Тынық мұхитындағы Курил аралдарына бола Ресей мен Жапонияның арасы жылымай-ақ қойды. 1855 жылғы келісімге сай Курил аралдары ортасынан бөлініп, мына тұсы Жапонияға, мына тұсы Ресейге берілген. 45 жыл Кеңес одағы соғыста әлсіреген Жапонияға тағы соғыс ашып, екі аралды тартып алады. Қазір Жапония бұл аралды Ресей оккупациялап алған деп санайды, ал Ресей соғыста жеңіп алғанбыз дейді. Бұл арал стратегиялық тұрғыдан маңызды. Қазір Ресейдің мұнда әскери базасы бар, әрі ракеталар орналасқан. Бұған қоса аралда балық көп, пайдалы қазбалар бар. Курилдегі барлық 56 арал қазір Ресейдің бақылауында. Мұндағы 2 қала мен 16 ауылда 20 мыңдай ресейлік тұрады. 2019 жылы Жапония мен Ресей Курил аралдары бойынша келіссөз жүргізгенімен нәтиже болмады. Мәскеу аралды Жапония алса, ақш мұнда әскерін орналастырады деп қауіптенеді. Дегенмен Жапонияның Ресейге әлі айтпаған іштегі бір қыжылы бар.